Бізде қазір кеш. Күн көзі баяулап батып жатыр. Үй іші ас бөлмеден шығып жатқан тамақтың иісін алып тұр. Үлкен үстелде ыдыс-аяқтар жарқырап тізіліп тұр. Ас бөлменің арғы жағында менің бауырым ойнап жүр. Ал мамам қазан қасып, асығып үсігіп жүгіріп жүр. Осы кезде бөлменің төр жағында отырған әже: «Әй, мына сорпаның тұзы тағы жетпей қалған ба?» деп қатқыл үнмен ескертті. Келіні бірден: «Жақсы әже, қазір қосамын» деп асығып тұздықты ашты. Бірақ қиналғаны көзінен көрініп тұр. Әже тағы бірдеңені байқап қалды. «Ей, мына төсенешті дұрыс жумапсың ғой. Ана бұрышын қараш, шаң жатыр. Бұлай істей алмайсың ба немене?» Келіні үнсіз еңкейіп, жүгіріп барып төсенішті қайта қағып келді. Осы көріністің бәрін бір бұрышта отырған кішкентай бала немересі көріп отырды. Оның көзінде аңғалдық та, түсінбестік те бар. Неге әжем үнемі мамаға ұрса береді? Мама бәрін жасап жатыр ғой, деп ойлайды ол. Кішкентай бала үшін үйдің іші бір үлкен құпия сияқты еді. Неге анасы әрқашан үндемейді? Ал әжесі әр нәрсеге тиянақты қарап, қатты сөйлейді. Бала кейде апасына барып құшақтағысы келеді. Бірақ апасының қабағы қатулы, сөздері салқын болған соң батпайды. Оның жүрегі бір түрлі мұздап кеткендей көрінетін. Бірақ бала жүрегі бәрін сезеді ғой. Әжесі қатаң сөйлесе де, ол жанында жылы бір мейірім бар екенін аңғаратын. Тек сол мейірім сыртқа шықпай, тас қабаттың ар жағында қалғандай. Шіркін, біздің әжеміз басқа әжелер сияқты тәтті пісіріп беріп, құшақтап, еркелетсе ғой, деп ойлап қояды кішкентай. Күнделікті әдет. Таңертең ерте анасы тұрып, самаурынды қояды. Таңғы асын әзірлейді. Әкесі жұмысына асығып кетеді. Үйде әже, келін және балалар қалады. Әже күннің басталуымен бірге ұрысуды бастайды. «Неге шайың тым қою?» дейді бірде. «Ана қасықтар неге жуып қоймағансың?» дейді тағы бірде. Келін әдеттегідей үнсіз басын изеді де істей берді. Ал бала, ол бәрін байқап жүр. Кейде таңғы ас ішіп отырып, анасының көзіндегі шаршауды көреді. Жымиғандай болғанымен жанары мұңлы. Түн ортасына дейін ыдыс жуып, киім жуып, таңертең қайта ерте тұрған анасының жүзі күннен күнге солып бара жатқандай. Кішкентай жүрекке ол ауыр еді. Ол анасына көмектескісі келетін, бірақ қолынан келмейтін. үлкен болсам, мамама бәріне көмектесер едім, деп ойлайтын. Бірде ол анасының қасынан өтіп бара жатып, оның жылап отырғанын байқап қалды. Шыбықтай иілген белі дірілдеп, көз жасын орамалмен сүртіп отыр екен. Мама, неге жылайсыз? «Жоқ, бұтам, мен жылап жатқан жоқпын, жай көзіме шаң кіріп кетті», деді. Бала сенгендей болды, бірақ жүрегі сезді, анасы жылап отырды. Сол сәтте кішкентайдың ішінде бір ой тұнып қалды. Мамамды жылатқан кім? Неге әжем оған үнемі ұрсады? Егер әже деген адам осындай болса, онда Жасминнің әжесі неге мейірімді? Сонда әже деген қандай болу керек? Әр түрлі бола ма? Сол күннен бастап бала ойша салыстыруға көшті. Құрбыларының әжесін көрген сайын өзінің әжесі есіне түсіп, жүрегі сыздап қоятын. Күндер өтіп жатты. Бала кейде терезеден қарап отырып ойға бататын. Неге біздің әжеміз осындай? деп ойлайтын ол. Әжесі үйде көп уақыт өткізбейтін. Таңертеңнен бастап оянып алады да бір танысына барады. Болмаса көшеге шығып кетеді. Үйге шашыраңқы емес, қайта көңілді оралады. «Әй, бүгін қызық болды. Ана ауылдың қыздары әлі сол баяғы әдетінде», деп ұзақ әңгіме айтып күлетін. Бала кейде ойлайтын. Егер әже үйде болса, бізбен ойнайтын шығар еді, құшақтап ертегі айтып беретін шығар еді, басқа балалардың әжелері сияқты тәтті пісіріп беретін шығар еді. Бірақ ол күндер болмады. Әже ешқашан немересінің қолынан жетектеп саябаққа апарған емес. Тіпті кейде бала әжесінің жанына барып еркелегісі келетін. Бірақ әжесі: «Әй, бар жан жаққа ойнаш бар, телефоның қайда, қарап отырып мазамды алма», дейтін.
Барлығы тағы әдеттегідей. Күн батып, үй іші тыныштыққа бөленген кез еді. Әке жұмыстан келген. Телевизор қосып, жаңалық айтыла бастады. Әже болса, тағы да экранға телміріп отыр. Келіні ыдыс жуып жүр, ал бала бұрышта ойыншықтармен шашып ойнап отыр. Ойыншықтардың арасынан кішкентай қонжықты қолына алды да, оған сыбырлап сөйледі. Қонжық, сенің әжең бар ма? Сенің әжең тәтті пісіріп бере ме? Сені қыдырта ма? Деді бала балапан даусымен. Сөйтті де өзі жауап бергендей болды. Әрине береді ғой. Барлық әжелер сондай. Ал менің әжем басқа. Бала ойлана бастады. Күннен күнге ойы көбейіп барады. Ол әжесінің әрбір қылығын есіне сақтап жүрді. Бояна қыдырып кетеді. Телефон мен теледидардан бас алмайды. Мамама ұрысады. Сол кезде есіне құрбысы Жасмин түсті. Оның әжесі қандай? Бала бірден қуанып еске алады. Жасмин айтты ғой, апасы пирожки, бауырсақ пісіріп берді деп. Паркке күнде бірге барады екен. Тіпті бір күні Жасминнің колготкасы жыртылып қалыпты. Апасы жуып, тігіп берді. Бала осыны ойлап отырып іштей таң қалды. Сонда әжелер әртүрлі бола ма? Біреулер мейірімді, ал біреулер қатал. Біреулері тек қыдырады. Ол ойыншық қонжығын қатты қысып қойып, Жоқ, әже деген бәрібір мейірімді болу керек, деді. сол түні ол ұйықтай алмай, төсек ішінде аунап жатты. Анасын жылатқан әжесін, өзіне көңіл бөлмейтін әжесін ойлап, кішкентай жүрегі қиналды. Бірақ ол бала болғандықтан ештеңе өзгерте алмайтынын да түсінді. Тек бір ой келді. Ертең апама өзім айтамын. Неге бізге көңіл бөлмейтінін сұраймын. Күннің жылы шуақты шағы еді. Аулада балалар ойнап жүр. Бірі доп ойнап жүрсе, бірі секіртпеде секіріп жүр. Бала сонда олардың ортасында еді. Ойын үстінде әңгіме басталды. Менің әжем кеше базардан маған тәттілер әкелді. Сен білесің бе, қоян маршмеллоу әкелді. Мен оны қатты жақсы көремін. Күнде сұраймын, деді бір бала мақтанышпен. Маған әжем лабубу әперді. Ондай ойыншық қазір күшті. Мен сондай сұрадым, маған әперді, деді екіншісі. Ал біздің әже болса кеше бізге бауырсақ пісірді. Дәмді, мен бауырсақты қатты жақсы көремін, деді үшіншісі күліп. Барлығы жарыс әңгімелесіп айтып жатқан кезде бала үнсіз тыңдап отырды. Бір кезде құрбысы Жасмин де сөзге араласты. Ой, сендер білмейсіңдер ғой, менің әжем күнде менімен паркқа барады. Қолымнан ұстап, әткеншек тебеміз. Сосын пирожки, бауырсақ пісіріп береді. Маған да ол лабубу әперді. Лабубу деген білесің бе не? Ол мен жақсы көретін ойыншық. Бәрі шулап кетті. Ал бала үнсіз ғана тұрды. Оның жүрегінде Жасминнің әңгімесі дүкендей қадалды. Кешкілік уақыт. Ас дайын болып, бәрі дастарханның басында жиналды. Үстелде ыстық шайдың буы бұрқылдап тұр. Әжесі өзінің сүйікті сериалы жайлы әңгіме бастап кеткен. Бала әжесіне қарап отырды да, іштей батылдығын жинап алды. Айтсам болмайды, бүгін сұраймын, деп шешті. Әже, деді бала баяу үнмен. Иә, не болды қарғам? деп әжесі көзілдірігін түседі. Бала біраз ойланып барып, аңғал жүрекпен сұрақ қойды. Әже, сіз бізді неге қыдыртпайсыз? Әже таңырқап күлді. Қыдыртпаймын ба? Бай, сендерден жүретін уақытым жоқ қой, балам. Менің де достарым бар, баратын жерім бар емес пе? Бірақ, деді бала тартыншақтап. Басқа балалардың әжелері күнде саябаққа барады екен. Жасминнің апасы тіпті бауырсақ пісіріп береді. Ал сіз бізге ештеңе пісірмейсіз, қыдыртпайсыз. Жасминнің апасы бар ғой, ол бір рет Жасмин горкада ойнап жүріп,
құлап қалған. Сонда колготкені жыртып алған еді. Бірақ әжесі оның колготкені тігіп, жуып берді. Как новый болып қалды. Жаңадан. Жасмин қуанып бізге мақтанып айтты соны. Ал сіз мен нәскиім жыртылып қалған еді. Анама қатты ұрыстыңыз ғой. Неге қарамайсың деп. Әженің қабағы түйіліп кетті. Өй, сен енді мені өзгелермен салыстырып жүрсің бе? Сенің мамаң бар ғой, бәрін өзі жасайды. Бала үнсіз отырып қалды, бірақ жүрегінде бір ой қайта-қайта маза бермеді. Неге менің әжем өзі тігіп бермейді? Неге әжем тәтті пісірмейді? Мамам онсыз да шаршап жүреді ғой. Сол түні ол ұйықтай алмай аунап жатып ойға батты. Әжесі «Уақытым жоқ» деді. Бірақ әжесінің уақыты телефон мен теледидарға қыдыруға жетеді, ал немересіне келгенде жетпей қала ма? Бала айтқан сөздерден кейін дастархан үстінде ауыр үнсіздік орнады. Әже қасықты қолына баяу қойып, жан-жағына қарады. Әдеттегідей қатты сөйлеп, келініне тағы мін тағуға аузын ашқанмен, тілінің ұшы байланғандай сөйлей алмай қалды. Оның құлағына тек немересінің даусы қайталанып тұрды. Әже, сіз әже болуды үйренбесеңіз, сізге қалай әже дейміз? Бұл сөз жүрегінен найзадай қадалды. Кішкентай қыздың аузынан шыққанымен нағыз шындық еді. Әже ішінен өз-өзіне сұрақ қоя бастады. Расымен де, мен өзі әжемін бе? Немерем мені қорғаушы, қамқоршы деп сезіне ме? Жоқ, олар менен қашады ма? Ол өз өмірін ой елегінен өткізді. Жастау кезінде өз енесінен көп қиындық көрген екен. Маған да ешқашан жылы сөз айтпаған еді, деп ойлайды. Сол қаталдықты өзі де қайталап жүрген енді ғана аңғарғандай болды. Бір сәтте жүрегі ауыр тартып, көзінің ұшына жас келді. Бірақ әдеттегідей намысқа тырысып, ешкімге білдіртпеді. Кешкісін әже тағы да ойланды. Ол бірінші рет өзіне сын көзбен қарады. Бірақ әлі іштей арпалысып отырды. Қойшы, жоқ, олар мені түсінбейді. Менің де өмірім қиын болды. Менің де бір кездері арманым болды, деп өзін ақтағысы келді. Бірақ жүрек түбінде бір үн сыбырлады. Бірақ бұлар менен әженің махаббатын күтеді ғой. Әже сол түні ұйықтай алмады. Үй іші тып-тыныш болғанымен, ол төр бөлмеде жалғыз өзі отырып ойлана берді. Үйдің арғы бөлмесінде келінді ұйықтай алмай сан түрлі ойға беріліп отырды. Ол көз жасына ерік берді. Жаратқан, менің балаларым бақытты болса екен, әжелерімен сыйласып, мейірім көрсе екен, деп тілейді. Сөйтіп отырып таң атты. Әжесінің түні бойы түйген ойы, мен бұлай қала алмаймын. Балаларым мен немерелерім үшін өзгере аламын. Әлі де кеш емес. Әже деген сөздің салмағын сезінетін уақыт келген шығар. Ол ертеңіне дүкенге барып, 10 май алды. Немерелерін қуанғысы келді. Бүгін бауырсақ пісіремін. Қыздарым келіңдер, бірге істейміз, деді ол күлімдеп. Балалардың көзі жайнап кетті. Келіні таң қалып қуанып кетті. Бұл өзгерістің алғашқы қадамы еді. Әже қолына жайма, ұн, қасық алып дастархан үстіне бауырсақ илеуге кірісті. Бұл көріністі балалар бірінші рет көргенде таңырқай қарап қалды. Әже, шынымен де біз бүгін бауырсақ істейміз бе? Сіз бауырсақ істей аласыз ба? Немересі көзден үлкен қылып таңырқай ашып, әжесі күліп жіберді. Әрине, айналайындарым, мен де кезінде сендердің аналарың сияқты бауырсақпен өсірген едім. Балалар мәз мейрам болды. Олар да ұнды шапалақтап, ойнап, кішкентай қолдарымен қамырға тигізіп көрді. Үйдің іші ұнның иісімен, балалардың күлкісімен толып кетті. Қызыл күрең майда бауырсақтар қызара бастағанда иісі бүкіл үйге тарап, бәрінің тәбетін ашты. Ой, әже, иісі қандай тәтті! деп немерелері қасына жүгіріп келді. Дастархан жайылып, жаңа піскен бауырсақтар ортаға қойылды. Балалар қолдарын созып, бірін алып тістегенде, әже, қандай дәмді! деп қуанып кетті. Әжесінің жүзі нұрланып сала берді. Ол осы сәтте жүрегінің түбінде бір нәрсе анық сезді.
Нағыз қуаныш балаларым мен немерелерімнің күлкісін көру. Достарыммен қыдырғаннан гөрі әдемі бояудан да қымбат нәрсе осы екен ғой. Әрине өзіне де көңіл бөледі. Бірақ басым бөлігін осы немерелеріне, үйлеріне көңілімді бөлемін деп ұйғарды. Немересі жүгіріп келіп құшақтап алып: Әже, сіз бүгін нағыз әже сияқты болдыңыз. Енді күнде осылай істейікші, деді. Әжесі көзіне жас алып тұрып: әрине құлыным, әже енді бұрынғыдай емес, сендер үшін өзгереді. Әжесі немерелерін қолға алып сыртқа шықты. Бүгін сіздерге нағыз әже боламын, деді әжесі күлімдеп. Балалар қуанып, қолдарынан ұстап, жол бойында секіре кетті. Паркқа жеткен кезде әжесі немерелерін әткеншекке, сырғанаққа апарып бірге ойнады. Балалар күлкіден көздерінен жас аққандай болды. Әже әр сәтті фотоға түсіріп, олардың қуанышына қосылды. Тамақтандырып болған соң, олар ағаштар арасына жүгіріп ойнады. Әже баланың қолынан ұстап, оны биік сырғанаққа көтеріп, бірге сырғанап түсті. Ой, әже, сіз шынымен керемет әже екенсіз, деді немересі шаттана. Әжесі өз-өзіне күліп: иә, бүгіннен бастап мен шынымен әже болып жүрмін, деді іштей. Кейде баланың бір ауыз сөзі өмірлік шындықтың дәл өзі. Біз үлкендер оны жай ғана бала сөзі деп қабылдаймыз, ал ол шын мәнінде жүрекке жететін, ойландыратын, сабыр мен сабақ болатын сөз болуы мүмкін. Алдымен әже болып үйренбейсіз бе? Содан кейін біреуге үйретесіз. Бұл сөзде еш реніш жоқ. Бұл тек шынайы баланың жүректен шыққан сөзі, жүрегімен көргенін жеткізгені. Өмірде бәрі бір-бірінен үйренеді. Үлкеннен кішіге, кейде кішіден үлкенге де. Сол үшін жүректегі шындықты тыңдай білейік. Бала сөзі кейде жанды оятатын шындықтың өзі. Егер сіз бұл әңгімені соңына дейін тыңдасаңыз, комментарий жазып, лайк басып кеткеніңізді сұраймын. Арнаға қосыла отырыңыз. Өмірден алынған әңгімелер осы арнада күнделікті жарияланып тұрады. Жанға жылу арнасында кездескенше сау саламатта болыңыз.